Серік Дәулетов. Зона. Есімдер, оқиғалар, күндер. Мұндағының бәрі шын. Мен тек маңызды емес ұсақ түйектерді ойдан шығардым. Сондықтан кітап кейіпкерлері мен тірі адамдардың ұқсастығы зұлымдық ниетпен жасалған деп есептелсін. Кез келген көркемдік ойдан шығару күтпеген және кездейсоқ болып табылады. Автор. 4 ақпан 1982 жыл, Нью-Йорк. Баспагерге хат. Құрметті Ибрахим Марұлы, сізге нәзік ұсыныспен жүгінуге тәуекел етіп отырмын. Мәні мынада. Міне, 3 жыл бойы менің лагерь туралы кітабымды шығаруға дайындалып жүрмін. Әрі осы 3 жыл ішінде мүмкіндігінше тезірек шығарғым келеді. Тіпті зонаны басқалардан бұрын шығаруым керек еді, өйткені менің бақытсыз жазушылық жолым осыдан басталған. Бірақ баспагер табу өте қиын болып шықты. Мысалы, маған екеуі бас тартты, мұны жасырғым келмейді. Бас тарту себептері дерлік бірдей. Міне, негізгі дәлелдер. Лагерь тақырыбы таусылған, түрме естеліктері оқырманға жалықтырған, Солженицыннан кейін бұл тақырып жабылуы керек. Бұл ойлар сын көтермейді. Әрине, мен Солженицын емеспін. Бұл менің өмір сүру құқығымнан айырама. Әр біздің кітаптарымыз мүлде басқа. Солженицын саяси лагерлерді жазады. Мен қылмыстық лагерлерді. Солженицын тұтқын болған. Мен күзетші болдым. Солженицын бойынша лагер тозақ. Мен болсам тозақ өзіміз деп ойлаймын. Сенім етіңіз, дарын ауқымын салыстырмаймын. Солженицын ұлы жазушы әрі ұлы тұлға. Осы жетеді. Басқа ой әлде қайда сенімдірек. Мәселе мынада. Менің қолжазбам аяқталған шығарма емес. Бұл күнделік тәрізді, хаотикалық жазбалар, ретсіз материалдар жиынтығы. Маған осы ретсіздікте жалпы көркемдік сюжет байқалады деп көрінді. Онда бір лирикалық кейіпкер әрекет етеді. Орын мен уақыттың белгілі бір бірлігі сақталған. Жалпы бір ғана банальды идея жарияланады. Әлем абсурд. Баспагерлерді осындай ретсіз құрылым қынжылтты. Олар стандартты форма талап етті. Сонда мен зонаны әңгімелер жинағы ретінде ұсынғым келді. Баспагерлер бұл тиімсіз, оқырман романдар мен эпопеяларды қалайды деді. Іс зона бөлік-бөлік келіп жатқандығынан қиындай түсті. Кетер алдында қолжазбаны микрофияға түсірдім. Оның бөліктерін менің өсиетімді орындаушы бірнеше батыл француз әйелдеріне таратты. Олар менің шығармаларымды кеден арқылы өткізе алды. Түпнұсқа одақта қалып қойды. Бірнеше жыл бойы Франциядан кішкентай бандерольдер келіп тұрады. Бөлік-бөліктерден бір тұтас құрастыруға тырысамын. Кей жерлерде пленка бүлінген. Қайда жасырғанын білмеймін, менің жақсылық жасаушыларым. Кейбір үзінділер толық жоғалған. Пленкадан қағазға қайта қалпына келтіру өте мұқият жұмыс. Тіпті Америкада оның техникалық күшімен де бұл оңай емес әрі арзан емес. Бүгінгі дейін 30% қалпына келтірілді. Осы хатпен дайын мәтіннің бір бөлігін жіберіп отырмын. Келесі үзіндіні бірнеше күннен кейін жіберемін. Қалғанын жақын арада аласыз. Ертең фотоүлкеткішті жалғаламын. Мүмкін барлығынан аяқталған шығарма жасай алатын шығармыз. Кейбір жерлерді өзімнің жауапсыз ойлармен толықтыруға тырысамын. Бастысы мейірімді болыңыз. Зек Хамраев ылғалды іске бара жатып айтқандай. Құдаймен бірге. Ескі Пахапіл басқыншыларды жек көретін, ал ол хормен ән айтқанды ұнататын. Ашы Брага ұнайтын, әрі кішкентай семіз балалар ұнайтын. Мұнда тек эстондар тұруы керек дейтін Пахапіл, басқа ешкім емес. Бөтендерге мұнда ісі жоқ. Еркектер оны тыңдап мақұлдап бас изейтін. Содан кейін немістер келді. Олар гармошка тартып, ән айтып балаларға шоколад үлестіретін. Ескі Пахапілге мұның бәрі ұнамады. Ол ұзақ үндемеді, сосын жиналып орманға кетті. Бұл қараңғы орман еді, алыстан өтпесіп көрінетін. Сонда Пахапіл аң аулап, балық ұрып, шырша бұтақтарында ұйықтап қысқасы өмір сүрді. Орыстар басқыншылар. Немістер кеткенде Пахапіл қайтып келді. Ол Раквереге келді, онда кеңес капитаны оған медаль тақты.
Медаль 4 түсініксіз сөзбен, фигурамен және леп белгісімен безендірілген еді. Эстонға медаль неге керек? Деп ұзақ ойлады Пахапіл. Дегенмен оны шевиот пиджактың жағасына мұқият бекітті. Бұл пиджакты Пахапіл тек бір рет лансман дүкенінде киетін. Сөйтіп ол өмір сүріп, әйнекші болып жұмыс істеді. Бірақ орыстар мобилизация жариялағанда Пахапіл тағы жоғалды. Мұнда эстондар тұруы керек деді, ол кетіп бара жатып, ванькаларға, фрицтерге және түрлі гренландтарға мұнда орын жоқ. Пахапіл тағы орманға кетті, алыстан өтпесіп көрінетін орманға, тағы аң аулады, ойлады, үндемеді, бәрі жақсы болды. Бірақ орыстар жаппай ұстау жасады. Орман айқайға толды, тарылды, Пахапілді ұстады. Оны дезертир ретінде соттады, ұрды, бетіне түкірді. Әсіресе медаль таққан капитан тырысты. Содан Пахапілді қазақтар тұратын оңтүстікке жер аударды. Ол жақта көп кешікпей аштықтан және бөтен жерден қайтыс болды. Оның ұлы ұстап Таллиндегі Луизе көшесіндегі теңіз училищесін бітіріп, радист дипломын алды. Кешке ол Мэнди барда отырып, жеңіл ойлы қыздарға айтатын. Нағыз эстон Канаданың тұрғында болуы керек, Канаданың, басқа еш жерде емес. Жазда оны күзетке шақырды. Оқу пункті Йоссер станциясында орналасқан. Барлығы команда бойынша. Ұйқы, тамақ, әңгіме. Водка, нан, жылқы, шахтерлік табыс туралы сөйлесетін. Ұстап мұның бәрін жек көретін әрі, тек өз тілінде, тек эстонша сөйлесетін, тіпті күзет иттермен де. Сонымен қатар жалғызда шетін кедергі болса ұрсатын, әрі әйелдік тәртіптегі оқиғаларға жол беретін, Замполит Хуриевтің сөзімен. Қандай эгоцентриксің, Пахапіл? Деп абайлап сөккен замполит. Ұстап елатын, қағаз сұрап, қисық әріптермен жазатын. Кеше биылғы жылы алкогольдік ішімдікті шамадан тыс іштім. Содан кейін солдаттық абыройымды жерге тастадым. Ендігәрі уәде беремін. Рядовой Пахапіл. Бір сәт ойланған соң әрқашан қосатын. Өтініш, бас тартпаңыз. Содан тетушка реттен ақша келетін. Пахапіл дүкеннен литр шартрез алып, зиратқа баратын. Онда жасыл жартылай қараңғыда кресттер ағаратын. Әрі қарай су қоймасының шетінде тасталған қабір бар еді, жанында фанера обелиск. Пахапіл ауыр отыратын төбеге, ішіп шылым тартатын. Эстондар Канаданың тұрғында болуы керек деп тыныш күбірлейтін жәндіктердің бір қалыпты ызыңы астында. Олар оны неге екені белгісі шақпайтын. Ертеңгілік бөлімге көзге түспейтін офицер келді. Көзілдірігінен идеологиялық қызметкер екені байқалатын. Жиналыс жарияланды. Лен комнатаға кір. Деп айқайлады күнделікші гимнастикалық снарядтар жанында темекі тартып тұрған солдаттарға. Политика жемейміз. Деп кіжінетін солдаттар. Дегенмен кірді, отырды. Мен соғыстың гүрілдеген концертінің жіңішке пернесі болдым деп бастады подполковник Мар. Өлең деп ренжіп созды Латыш Баладис. Терезенің сыртында каптен Армус пен писар шошқаны ұстап жатты. Достар оның аяғын белбеумен байлап жүк машинасының трапына сүйреп кіргізуге тырысты. Шошқа нашар айқайлады. Оның өткір даусынан бас ауыратын. Ол құрсағына құлады. Тұяқтары көңмен ластанған трапта сырғанап жатты. Кішкентай көздері май қатпарларында жоғалып кетті. Аула арқылы старшина Ивченко өтті. Ол шошқаны аяғымен теуіп, содан кейін шөпте жатқан күректің сапын алды. Кеңес әскері бөлімдерінде асыл дәстүр дамып келеді деді подполковник Мар. Әрі қарай. Солдаттар мен офицерлер қаза тапқан жауынгерлердің қабірлеріне қамқоршылық етеді, соғыс ерлігі тарихын мұқият қалпына келтіреді, батырлардың туыстарымен болды. Мұндай дәстүрді барынша дамыту және нығайту әркімнің міндеті. Таза ақша әлеміндегі зұлымдықшылар әкелер мен балалар арасындағы қақтығыс туралы айқайлай берсін. Олар ойдан шығарылған антагонизм туралы аңызды үрлей берсін. Біздің жастарымыз әкелерінің жерленген жерін қасиеттейді, осылайша ұрпақтар байланысын нығайтады. Шошқаны өрескел тақтай бойымен сүйреді.
Машина қапталдары қатты дірілдейтін. Олар ашық жасыл бояумен боялған. Шофер кабинасынан шығып болып жатқанға қарап тұрды. Жанында турникте ауруына байланысты комиссовка алған молдаван Достен айналып жүрді. Лепсіз, тыныш ән айтып. Сіздің ротаңыз зиратқа қарама қарсы орналасқан деп созды подполковник. Бұл терең символдық. Біз анықтадық, басқа қабірлер арасында отан соғысы батырларының, оның ішінде орден иелерінің қабірлері бар. Осылайша қаза тапқан батырларға қамқоршылық етуге барлық жағдай жасалған. Шошқаны кузовқа кіргізді. Ол қозғалмай жатты, тек қызғылт құлақтары дірілдейтін. Жақында оны союға апарады, онда майлы тұман тұрады. Әскер қолымен үйренген қимылмен оны сіңірінен төбеге іледі, сосын ұзын ақ пышақпен жүрегіне ұрады. Кескен соң тез терісін сыпырып алады, лас жүні бар теріні. Содан әскери қызметшілер қан иісінен жүрегі айнып кетеді. Мұнда пахапіл кім? Ұстап селгетті. Ол тұрып 1 минут бұрын не болғанын есіне түсірді. Ефрейтор Петров қолын созып күлкісін әрең басып. Біздің бөлімшеде ондай солдат бар. Ол қаза тапқан батырға қамқоршылық етіп қабірін қарай. Бұл инструктор пахапіл. Мұнда пахапіл кім? Деп күмәнмен қайталады Мар. Сіз бе пахапіл? Деп қызарып жауап берді ұстап. Командир рыт атынан сізге алғыс жариялаймын. Сіздің бастамаңыз насихатталады. Штабта үздік жауынгерлік даярлық үздіктеріне салтанатты жиналыс жоспарланған. Мен бірге барасыз, жетістіктеріңіз туралы айтып бересіз. Жолда жоспар құрамыз. Мен жалпы эстонмын деп бастаған еді пахапіл. Бұл тіпті жақсы деп тоқтатты подполковник, бауырлас интернационализм тұрғысынан. Штабта адам көп еді. Графиктер астында, көркем безендірілген стендтерде, насихат материалдары жанында әскерилер жиналған. Етіктер мен дымқыл шаштар жылтырап, темекімен қарамай иісі шығып тұрды. Олар баспалдақпен көтерілді. Мар пахапілді құшақтап алды. Алаңда оларды қоршап алды. Танысыңдар, азаматтық тонмен деді подполковник. Міне біздің маяктарымыз. Сержант Хапсаев, сержант Гафиатулин, сержант Чичешвили, кіші сержант Шахмаметов, ефрейтор Лаури, рядовойлар Кимаклис, Евсепен. Берке деп ойлады ұстап. Бәрі бір. Бірақ сол кезде телефон шырылдады. Бәрі күлкіге толы орналарға қарай ұмтылды. Темекі тұқылдарын тастады, кең залға кірді. Серік Дәулетов. Зона жалғасы. Міне, пахапіл трибунада. Төменде беттер ағарып тұр, сол жақта президиум, графин, қызыл штора, бүйірде контрабас. Залдан ол көрінбейді. Пахапіл адамдарға қарап металл белгіні ұстады да алға қадам басты. Мен жалпы эстонмын деп бастады ол. Залда тыныштық орнады. Терезелердің астынан трамвай сыңғырлап өтіп жатты. Кешке ұстап пахапіл штабтық машинаның артқы орындығында дірілдеп отырды. Инструктор өз сөзін есіне түсіріп, графиннен су құйғанын, стаканның сыңғырлағанын, президиумдағы генералдың күлгенін. Оған значок таққанын еске алды, 3 түсініксіз сөз. Фигура мен глобус. Содан кейін Мар сөйледі, рядовой пахапілдің құнды бастамасын атап өтті. Бір нәрсе туралы қолдау, дамыту, тырысу керек деген сияқты. Тағы патриоттық тәрбие туралы, ұрпақтар сабақтастығы мен қаза тапқан батырлардың қабірлеріне қамқоршылық ету мақсаты туралы. Ұстап эстон болғанымен, халықтар достығының арқасында алдында шофердің арқасы тұрды. Жанынан ағаштардың кедей бұтақтары, қызарған төбелер, қайғылы тайга жасылдары ұшып өтіп жатты. Машинаны темір жол өткенде шайқағанда ұстап шоферге. Мұнда түсемін деді. Ол артын қарамай қолын бұлғап жүріп кетті. Ұстап пахапіл күңгірт рельстер бойымен жүріп, темір жол үйіндісінен асып түсті. Лежневка оны келдімға апарды. Мұнда оның қалталары ауыр толды. Ол тасталған стадионнан өтіп, зираттың арғының көпіріне шықты. Ылғалды әрі тыныш еді, желде жапырақтар сыбдырлап тұрды. Ұстап мундирін шешіп төбеге отырды, ветчинасын тізесіне қойып, бөтелкені шөпке қойды да қызыл фанера монументке сүйеніп шылым шекті.
17 ақпан 1982 жыл. Нью-Йорк. Егер қателеспесем, біз 64-ші жылы танысқанбыз, яғни мен лагерь күзетінен демобилизация алғаннан көп кешікпей. Демек, мен әлдеқашан қалыптасқан адам едім, түрлі ауыр комплексі бар. Сіз мені әскерге дейін білмегендіктен қалай өзгергенімді елестете алмайсыз. Мен толыққанды жас жігіт болып өстім. Мені сүйетін ата-анам болды. Рас, олар көп кешікпей ажырасты, бірақ ажырасу олардың маған деген қарым-қатынасына аз әсер етті. Керісінше, ажырасу олардың бір-біріне деген қатынасына да аз әсер етті, өйткені ажырасқанға дейін де қатынастары нашар болған. Менде жетім комплексі пайда болған жоқ, керісінше құрдастарымның әкелері майданда қаза тапқан. Анаммен қалған соң, мен ерекшеленбей қалдым. Тірі әке буржуазиялық артықшылық әсерін қалдыруы мүмкін еді. Мен 2 құрбанды бір мезгілде өлтірдім. Бұл сөзді қолдануға болады ма екенін білмеймін. Яғни сүйікті ұлдың барлық артықшылықтарын пайдаландым, сонымен бірге бақытты бала деген беделден құтылдым. Әкем құпия қазына сияқты болды. Ол алиментті тұрақты төлемейтін. Бұл табиғи, тек ашық жинақтар ғана жақсы пайыз береді. Менің қарапайым қабілеттерім болды. Қарапайым келбет, аздап жалған неаполитандық реңкпен. Қарапайым келешегі бар, барлығы қарапайым кеңестік өмір баянды болжады. Мен симпатты ұлттық ашылыққа жаттым. Мен тамаша денсаулыққа ие болдым, бала кезден ауруға бейімділік болған жоқ. Мен марка жинамадым, жаңбыр құрттарын операция жасамадым, ұшақ модельдерін құрастырмадым. Тіпті кітап оқығанды онша ұнатпадым. Маған киномен бос уақыт ұнайтын. Университеттегі 3 жыл менің тұлғама әлсіз әсер етті. Бұл орта мектептің жалғасы еді, тек жоғары деңгейде. Плюс қыздар, спорт және қандайда бір минимум флирт. Мен сол кезде бақыттың шыңына жеткенімді білмедім. Әрі қарай бәрі нашарлады. Бақытсыз махаббат, қарыздар, неке, және осының бәрінің аяқталуы лагерь күзеті. Махаббат хикаялары жиі түрмемен аяқталады. Мен қате есікке түстім, бараққа емес, казармаға. Мен көргенім мені толық шошытты. Классикалық сюжет бар. Кедей бала байдың үйінің тесігіне қарайды, онда бай баласы паниде мініп жүр. Содан бері оның өмірі бір мақсатқа бағынады. Бай болу. Ескі өмірге қайту мүмкін емес. Оның өмірін құпияға қатысу уландырады. Мен де сондай тесікке қарадым, бірақ сән салтанатты емес, шындықты көрдім. Мен өмірдің тереңдігі мен әр түрлілігіне таң қалдым. Адам қаншалықты төмен түсе алатынын және қаншалықты биікке көтеріле алатынын көрдім. Алғаш рет еркіндіктің, қатыгездіктің, зорлықтың не екенін түсіндім. Мен тордың ар жағындағы еркіндікті, поэзия сияқты мағынасыз қатыгездікті, ылғал сияқты күнделікті зорлықты көрдім. Мен адамды жануар күйіне дейін түскенін көрдім. Оның неге қуанатынын көрдім. Маған сол кезде ашылу болған сияқты. Мен түскен әлем қорқынышты еді. Онда қайрақпен ұрсатын, ит жейтін, бетке татуировка салатын, қыздарды зорлайтын. Онда шай пакеті үшін өлтіретін. Онда қорқынышты өткені, жиренішті қазірі, трагедиялық болашағы бар адамдарды көрдім. Мен әйелі мен балаларын бөшкеде тұздаған адаммен дос болдым. Әлем қорқынышты еді, бірақ өмір жалғасатын. Тіпті осында кәдімгі өмір пропорциялар сақталған. Жақсы мен жаманның, қайғы мен қуаныштың қатынасы өзгермейтін. Бұл өмірде барлығы болды. Еңбек, абырой, махаббат, азғындық, патриотизм, байлық. Онда люмпендер мен мероидтер, мансапқорлар мен өмірді өртеп жіберетіндер, келісімшілдер мен бүлікшілер, функционерлер мен диссиденттер болды. Бірақ осы ұғымдардың мазмұны түбегейлі өзгерді. Құндылықтар иерархиясы толық бұзылды. Маңызды болып көрінген нәрсе артқа шегінді. Ұсақ түйектер көкжиекті жауып тастады. Жаңа өмірлік игіліктер шкаласы пайда болды. Осы шкала бойынша тамақ, жылу, жұмыстан қашу мүмкіндігі өте қымбат болды. Күнделікті нәрсе қымбатқа айналды, қымбат нәрсе шын емес болды. Үйден келген ашық хат шок тудыратын.
Бараққа ұшып кірген ара сенсация жасайтын. Надзирательмен сөз таластыру интеллектуалдық жеңіс ретінде қабылданатын. Арнайы режимде нан кесуші болуды армандайтын адамды білдім. Бұл қызмет орасан артықшылық беретін. Оны алған Зек Ротшильдке ұқсайтын. Нан қалдықтары алмас үйіндісіне тең болатын. Мұндай мансапқа жету үшін фантастикалық күш-жігер керек еді. Жалпыға шығу, өтірік айту, мәйіттермен өрмелеу керек еді. Пара беру, шантаж, қорқыту барлық жолмен өз мақсатына жету керек еді. Еркіндікте осындай әдістер партиялық, шаруашылық, бюрократиялық басшылыққа жол ашады. Нан кесуші болған Зек психикалық жағынан сында. Билік үшін күрес оның жан күшін сарқып тастады. Ол қабағы қарс, күдікшіл, жалғыз адам болды. Ол ауыр комплексі бар партия босына ұқсайтын. Мен бір эпизодты еске аламын. Зектер иостер астында траншея қазып жатты. Олардың арасында Енин деген үй қарауылшысы болды. Түскі асқа жақындаған. Енин күрекпен соңғы топырақ комын лақтырып, оны сақтап күлге иіліп тұрды да, Зектер оны қоршап үнсіз қалды. Ол жерден микроскопиялық затты көтерді, жеңмен сүртті. Бұл 3 тиындық монетада кесек шыны болды, кесеге фрагменті сақталған. Қыз көк көйлекте тек иығы мен көк жеңі ғана қалған. Зектің көзіне жас келді. Ол шынына еріне басып тыныш айтты. Сеанс. Лагерде сеанс эротикалық сипаттағы кез келген сезімді білдіреді. Тіпті кеңірек кез келген оң сезімдік сезім. Зонадағы әйел сеанс. Порнографиялық сурет сеанс. Баландадағы балық бөлігіде сеанс. Сеанс деп қайталады Енин. Оны қоршаған Зектер бір ауыздан. Сеанс деп растады. Мен түскен әлем қорқынышты еді. Дегенмен мен қазіргіден кем күлмейтімін. Қайғырғаным да жиі емес. Уақыты келсе толығырақ айтып беремін. Менің алғашқы беттерім қалай? Келесі үзіндіні жіберіп отырмын. Біздің орыс колониясында керемет хабарландырулар кеседі. Менің үйме қарама қарсы тігінші қажет деген ілінген. Сәл сол жақта телефон будкасында орысшадан және кері аударма аректі сұраңыз деп жазылған. Бір кезде Мышук аэросъемка бригадасында жұмыс істеген. Ол жақсы ұшқыш болған. Бірде ол цилиндрде клапан ілініп, сол қозғалтқыш жанған кезде ұшақты қар үйіндісіне отырғыза алған. Тек бекер Африкандадан әкелген балықты сатуды бастап кеткен. Ол немістерге айырбастап досы Халдейге килограммына 6 сомға беретін. Мышукке ұзақ уақыт бақытты болды, өйткені ол сараң емес еді. Бірде радисі оған бортта. Сені вилы күтіп тұр деп хабарлады. Вас понял деп жауап берді Мышук. Содан ол енесе үстінен 9 қап қызғылт кум жатастады. Бірақ парашют жібін ұрлағанда ұсталды. Таныс радист Африкандадағы достарына. Бала пісіп кетті. 3 жыл оралады деп хабарлады. Мышукты ФТК 5-ке жіберді. Ол тырысса мерзімін қысқартуға болатынын білді. Мышук еңбек озаты, белсенді, мерзімінен бұрын босату үшін газет оқырманы болды. Бастысы, СП-ға, ішкі тәртіп секциясы, жазылып, қызыл таңбамен барақтар арасында жұмылды. Сіп! Деп ысылдайтын Зектер. Жартысын сұрап жатыр. Мышук басын шайқамайтын. Досы қалта ұрысы оған мандолинада ойнауды үйретті, лагерде оған Пупс деген лақап тақты. Қандай лақап сізде дейтін Заклейбович. Король немесе Бонапарт десеңізші. Содан білімді қуыршақшы адам араласатын. Сіздіңше Бонапарт деген не? Должность па? Иә, бір түрлі князь сияқты деп келсетін Лейбович. Оңай айту Бонапарт деп қарсылық білдіретін Мышук. Мен ұқсамаймын. Лагерден 100 метр жерде бос жер болатын. Онда ромашкалар, сынған шынылар мен қи арасында тауықтар жүретін. Сантехниктер бригадасын бос жерге канализация траншеясын қазуға шығаратын. Ертеңгілік күн барақтардың артынан надзиратель Чекин сияқты шығатын. Ол аспанмен жүріп ағаштар мен лесобиржа құбырларының ұшын тигізетін. Резина мен қызған шөп иісі шығатын. Әр таң сайын конвой құрғақ жерді қағып, сосын темекі шегуге отыратын.
Олар навес астында отырып әңгімелесетін. Қуыршақ шадам бірінші сотталуы туралы әңгімелейтін. Оның әңгімелерінде осы бос жердің иісі бар еді. Мүмкін шаң басқан шөптің иісі немесе сынған шынының сықырлауы. Немесе тауықтардың қотырлауы, ромашкалардың бір қалыптылығы, өмірі оңбаса жердің құрғақ даласы. Прокурор не істейді деп ойлайсың? Дейтін адам. Прокурор солай қорытынды жасайды деп жауап беретін Заклейбович. Конвой қоршау жанында ұйықтап жататын. Бұл күнде күн сайын болатын. Бірақ бірде тікұшақ пайда болды. Ол стрекозаға ұқсайтын. Ол аэропорт жаққа ұшып бара жатты. Турбовинтовой ми алды деп байқады Пупс тұрып. «Әй!» деп жалқау айқайлады ол, сосын қолын басынан жоғары айқастырып, қанат сияқты жайып, отырып тұрып қайталай берді. «Ай-ай-ай!» деп айқайлады Пупс. Сол кезде ғажайып болды. Мұны барлығы мойындады. Қалта ұрысы Чалай, ұрпақтан ұрпаққа, Скокар, Мурашка, мемлекет мүлкін ұрлаушы Лейбович, қуыршақ шадам, тіпті форцовщик Белугада. Бұл адамдарды таңғалдыру қиын еді. Тікұшақ қонуға бет алды. «Ғажайып!» деп бірінші адам айтты. «Мен де солай өмір сүрсем» деп айқайлады Лейбович. «Іс беремін» деп қысқа ант етті Чалай. «Сеанс» деп мақұлдады Мурашка. «Феноменально» деді Белуга. «It's wonderful». «Рұқсат етілмеген» деп алаңдады конвой. Ефрейтор Завашвили винтке флаг қойып қыстырылып жатты. «Айналымды төмендет» деп айқайлады Мүшік. «Ой, басылмайтын, басылмайтын, басылмайтын». Тауықтар қашып, ромашкалар жерге иіліп, тікұшақ секіріп тоқтады. Кабинаның есігі ашылып, трап бойымен Маркони түсті. Бұл Дима Маркони ұшқыш. Өз-өзіне сенімді мығым жігіт, философ, ақылды, қарақан. Мүшік оған жүгірді. «Не болды, арқ?» деді Маркони. Содан олар бір сағат бойы бір-бірінің құрсағынан қағып тұрды. «Қалайсың, Вадя?» деп сұрады Мүшік. «Жора қалай?» Вадя ішіп жатыр. Жора туға қайта оқып жатыр. Оған командировкалар жалықтырды. «Ал сен, қарт ит, үйлендің ғой» деп трагедиялық түрде басын түсіріп айтты Маркони. «Мен оны білемін бе?» «Жоқ, мен өзім де әрең білемін». «Сен аздап жоғалттың?» «Ладогадағы Вольфшнепті есіңде ме?» «Әрине есімде». «Созылдегі тойды есіңде ме? Мен борттағы мылтықты батырып алғамын». «Мен қайтып келгенде ішеміз». 1 жыл 5 ай 16 күннен кейін. «Ох, ішеміз». Бұл Гетенің Фаустынан да күшті болады. Пакыршевке барып аяғына жығыламын. Мен Пакыршевке өзім барамын. Сен ұшасың ба? Алдымен механик болып жұмыс істейсің, әрине деп келісіп Мүшік. Біраз үнсіз қалған соң, сол жібін бекітпегенім дұрыс болмапты. Әр түрлі пікір бар. Маған не деді ефрейтор Завашвили, режим қарастырмайды. Түсінікті деді Маркони. Шығыс қонақжайлығын танимын. Ақша қалдырайын ба? Ақша ұстауға болмайды деді Мүшік. Түсінікті. Демек сендер коммунизм құрдыңдар. Сонда сағат, жеңілдік және зажигал канал. Мерси деп жауап берді бұрынғы ұшқыш. Етік қалдырайын ба? Кабинде запас бар. Тыйым салынған деді Мүшік. Бізде бірыңғай форма. Бізде де деді Маркони. Түсінікті. Маған кету керек. Ол Завашвилиге қарап. 3 сом алыңыздар. Әркімге қабілетіне қарай. Тыйым деді конвой. Бізге довольствие керек. Қош болыңыз деп қолын беріп трапқа шықты Маркони. Мүшік күліп тұрды. Біз әлі ұшамыз. Деп айқайлады ол. Біз әлі штопор бұраймыз, біреудің шляпасына биіктен түкіреміз. Элементте. Тіс беремін деп бір қалыпты айтты Чалай. Ауыр қамыттар түсет деп айқайлады форцовщик Белуга. Өмір жалғасады, тіпті оның мәні болмаса да деп философский байқады адам. Күле беріңдер деп ұялшақ айтты Лейбович, бірақ мен айтамын, әлі бәрі жоғалған жоқ. Тікұшақ жерден көтерілді.
Оның көлеңкесі мөлдірленіп бара жатты, біз оған барақтардың артына жоғалғанша қарадық. Мүшікті 3 жылдан кейін звонок бойынша босатты. Сол кезде Покрышев қайтыс болған еді. Оның өлімі туралы газеттер жазды. Мүшікті аэропортқа жібермеді, соттылығы кедергі болды. Ол НИИде механик болып жұмыс істеді, үйленді, блатной тілін ұмытты, бізге алыстан ойнады, ішті, қартайды және болашақ туралы сирек ойлады. Дима Маркони Угригорск маңында апатқа ұшырады. Оның машинасының облымдарынан пыттай канистра, белуга уылдырығы табылды. 20 ақпан 1982 жыл, Нью-Йорк.